Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Біздің бүгінгі хабарымыздың қонағы Батыс Қазақстан облыстық тарихи-өлкетану музейінің директоры Мирболат Ерсаев Бижанұлы. Қош келдіңіз. Рахмет. Бүгінгі хабарымызда рухани жаңғыру тақырыбын қозғайық деп едік. Жалпы сіз басшылық ететін осы облыстық тарихи-өлкетану музейінде мыңдаған құнды жәдігер сақталады. Есте жоқ осы ескі заманның тілсіз куәсі болған жаңа жәдігерлермен де толығып жатқан шығар бүгінде. Әрине, 185 жылға жуық тарихы бар Батыс Қазақстан облыстық тарихи-өлкетану музейі Қазақстандағы ең көне музейлердің бірі болып саналады. Бүгінде Батыс Қазақстан облыстық тарихи-өлкетану музей қорында 200 мыңға жуық жәдігер бар қазіргі таңда. Бұл енді қор жағынан Қазақстандағы ұлттық музейден кейінгі екінші музей деп айтсақ та болады. Енді жыл сайын жәдігермен толығып отырады біздің музей. Биылғы жылдың өзінде жылдың басынан бастап 2422 жәдігерге дейін толығып отыр қазіргі таңда. Енді оның ішінде құнды жәдігерлерге келіп тоқталатын болсақ, енді өздеріңіз білесіз, әлемдік деңгейде теңдесі жоқ қазіргі таңда алтын ханшайым, тақсай ханшайым деп аталып кеткен тақсай ханшайым бар. Біздің заманымызға дейінгі 6-5 ғасырға тән. Осы облыста соңғы жылдары бірнеше музей ашылды. Бұрын музей болмаған аудан орталықтарында да осындай мұражайлар ашылып жатыр. Жалпы бұл бастамаға да елбасының рухани жаңғыру туралы бағдарламасы, мақаласы түрткі болған сияқты. 2017 жылы ел тәуелсіздігіне 26 жыл толуына орай біздің Батыс Қазақстан өңірінде рухани жаңғыру музейі ашылған болатын. Бұл енді елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Батыс Қазақстан облысында пайда болған бір сүбелі жұмыстардың бірі де бірегей деп айтсақ та болады. Бұл музей үйінің өзі сәтті таңдалды, шыны керек. Бұл 1893 жылы арнайы жоба бойынша мавритандық стильде салынған ғимаратта 260 шаршы метр құрайтын жерде орналасқан. Рухани жаңғыру музейі 4 экспозициялық залдан тұрады. Бірінші жаңа рухани жаңғыру бағдарламасының бірден бір бастауы болған киелі нысандар, бірінші зал, екінші ұлттық баспасөз залы деп аталады, үшіншісі алаш қайраткерлеріне арналған зал, және төртінші тәуелсіздіктің жаңарған өлке деген залдан тұрады. Бұл енді біздің өңірдегі тәуелсіз Қазақстанның мысалға үлкен бір жетістігі деп айтуға болады. Енді Батыс Қазақстан облысының киелі жерлері деп аталатын және жалпы ұлттық қалай айтсақ болады, жалпы Қазақстанда киелі жерлердің географиясын түгендеу жобасының өзінде рухани жаңғыру бағдарламасы басталған болатын. Сондықтан рухани жаңғыру музейінің бір қанаты дәл осы киелі жерлерге арналған ақылға сыйымдырақ болып келеді. Қазақстан Республикасының ұлттық музейі жанынан құрылған қасиетті Қазақстан ғылыми зерттеу орталығының Қазақстанның жалпы ұлттық киелі орындары қатарына 100 нысан бекітілген болатын. Сол бірақ біздің батыс өңірде ең алғашқы болып 2 нысан енеді. Содан кейін біздер мына осы облыстық музей қызметкерлері болып осы өзіміздің жердің тарихын көрсетейік, білейік, тағы да бір нысандарды қосайық деген ниетте біздер осы қасиетті ғылыми орталықтан біздер мамандарды арнайы шақыртып, біздің осы Батыс Қазақстан облысынан 3742 шақырым жерді аралатып, көрсетіп, біздің киелі жерлерімізді, тарихи жерлерімізді, табиғи жерлерімізді көрсетіп, осы мамандарға тағы да бір 5 нысанды қосқан болатынбыз. Осы күні кешеге дейін рухани жаңғыру бағдарламасы аясында 7 қасиетті нысандарымыз осы енген болатын. Қазіргі таңда енді бірақ жетеумен шектелген жоқ, әлі де қосылып толығу үстінде. Қазіргі таңда 9 нысан болып тұр рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша. Енді музейлерге келетін болсақ, музейлер біздің өңірде енді шыны керек Совет үкіметінің идеологиясы да бізге әсер еткен болар. Мынау Чапаев музейінде Емельян Васильевич Чапаев арналған музей мысалға болды. Сосын Дариян ауылында Шолық музейі болды. Дариян ауылында Шолық музей, сосын барып Пушкин, Пугачев музейлері болды. Енді қазіргі таңда біздің батыс өңірде осы 2014 жылы мен осы музейге кірген кезде 11 бөлімнен тұрған осы музей өңірде. Қазіргі таңда облыс деңгейінде 22 музей. Соның Батыс Қазақстан облыстық тарихи-өлкетану музейінің 18 бөлімі бар қазіргі таңда. Бұл енді әдейі осы аудандарда музейлер ашу жобасы аясында ашқан болатынбыз. Жаңа көптеген аудандарда музейлер ашылды. Солмен осы қазіргі таңда өңірде музейлер толығып жатыр. Жалпы енді музейді жабдықтау оңай емес қой, өйткені
сол дәуірдің куәгері болған ескі заманның заттарын жинау енді одан бері қаншама уақыт, қаншама ғасыр өтті. Оның бәрін жабдықтау керек музейді. Оның үстіне аудандардың бәрін осындай көне жәдігерлермен қамтамасыз ету оңай болмас, иә? Осы ретте халықтан көне бұйымдарды жинау жұмыстары қалай жүргізіледі? Ертеде ата-бабамыз ұстап еді деп біздерге келіп тапсырады ма, әлде мүмкін ақылы түрде тапсырғысы келе ме, қандай? Енді біздің жаңағы айтқан Батыс Қазақстан облыстық тарихи-өлкетану музейіне көптеген жәдігерлер енді шыны керек қазіргі таңда өзіміздің археология бөлімі арқылы, қазба жұмыстары арқылы толығуда, ескі дүниелеріміздің бәрі де. Енді содан бөлек біздің өңірде мына музей саласында көптеген жобаларды жүзеге асырамыз. Мысалға, мына музей саласында өткен шақ, осы шақ, келер шақ деген бар. Соның ішінде мысалға өткен шақ бұрынғы ол біздің ата-бабаларымыздың ұстаған бұйымдарын бәрін дәріптеп халыққа жеткізіп отырамыз. Енді осы шақта да тарих бар өтіп отырған. Осы шақта өтіп отырған тарих осы кезеңде жүргізіп, жаңағы айтқан қазба жұмыстар жүргізіп, осы кезеңде тарихпен салыстырып қазба жұмыстар жүргізіліп отырған кезеңде, мысалы бұрынғы ата-бабаларымыздың дүниелері табылады. Оның бәрі де біздің музейдің қорына жеткізіледі. Жаңағы енді сұрақ бойынша музейлер көптеп ашылып жатыр, бірақ та сол музейлерге қалай жетіп жатады жәдігерлер. Енді мына музей саласында болғасын, мына облыстық музейдің өзінің бөлімдері бар. Бұл бөлімдер бәрі де осы облыстық музейге қарайды. Жаңағы айтқан облыстық музейде 200 мың жәдігер болатын болса, сол жаңағы 18 бөлімнің жәдігерлерін бәрін қосқандағы. Әрине біздің батыс өңірі тарихи мекен, тарихи жерлер көп, бай тарихқа, шыны керек. Сол енді аудандарда ашылған музейлер, мысалға сол жердің тарихымен байланыстырып, мысалға Жалпақтал ауданы, мысалы Казталовка ауданында екі музейіміз бар. Біреуі Көктерек ауылдық округінде, екіншісі Ақбатер ауылдық округінде. Мысалға сол жер бір өткеннің тарихын қамтиды. Мысалға Жалпақтал қалашығы. Сол жерде Жалпақтал қалашығы деген бар. Біздің мына Алтын Орда дәуіріне жататын 13-15 ғасырға тән. Сол жердегі жәдігерлерді мысалға біздер сол өңірге беріп көрсетіп отырамыз. Біздің облыстық музейде де тұрады, ол жерлерде де тұрып, жергілікті халыққа келген қонақтарға паш етуге, көрсетуге біз әрдайым да дайынбыз көмектесуге. Өзіңіз биыл Көкше өңірде өткізілген Рухани қазына 2021 фестивалінде жеңімпаз болдыңыз. Енді осы фестиваль туралы азғым айтып берсеңіз. Осы Рухани қазына фестивальді осы елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүзеге асты ғой. Осы Рухани қазына фестивалі 4 жыл қатарынан озырылды, осы Мәдениет министрлігінің қолдауымен. Сол 4 жылда біздің батыс өңірі 3 жылдық жүлдесін берген жоқ, шыны керек айтқанда. 3 жыл қатарынан жеңімпаз болып атанып келді. Оны енді бірінші жылы ең алғашқы ашылған Рухани қазына фестиваль басталған жылы біздің облыстық музейдің бөлімі Жымпит ауданындағы Сырымда аталатындағы музейдің жеңімпаз атанды. Аудандық үздік аудандық музей номинациясын ең алғаш жылы алған болатын. Екінші жылы бізде мынау Жәңгір атындағы этнографиялық музейіміз бар университеттің ішінде. Сол музейдің меңгерушісі Төлепов Нұржан Жолдығалиұлы деген азамат. Ол жаңағы үздік бөлім меңгерушісі ретінде ұтып алған болатын. Енді үшінші жыл жаңа өзіңіз айтып отырған мынау үздік облыстық тарихи өлкетану музей қызметкері ретінде мен өзім ұтып алған болатын. Бұл жыл енді Рухани қазына фестивалі ерекше өтті, себебі жыл сайын бұрын елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында өтіп отыратын болса, биыл ерекшелігі ол жаңа Көкше өңірінде болған болатын. Себебі ол жаңа 2021 жылдың жаңағы Көкше өңірі мәдени астанасы болып аталған болатын. Сол өңірде мәдени астанамызда жаңағы Рухани қазына фестивалі болған болатын. Сол кезде мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова келіп қатысып, өзі жаңа ашқан кезінде жаһандану заманында рухани құндылықтардың мәні бұрынғыдан да арта түсті. Өйткені жаңа айтады, өйткені бүкіл әлем заманауи технологиялардың тілін меңгеруде. Біздің елде бұл үрдістен қалыс қалған жоқ. Сондай бағытта өзінің сөзін бастап осы Рухани қазына фестивалін ашқан болатын. Сол кезде марапаттауға енді шыны керек, біздің 15 облыстан 313 қызметкер қатысқан болатын. Сол 313 қызметкердің ішінен жаңағы үздік облыстық маңызы бар музей қызметкері номинациясын ұтып алған болатынбыз. Жаңа енді өзіңіз айтып өттіңіз, облыстық тарихи өлкетану мұражайында 200 мыңға тарта көне құнды жәдігер заттар бар деп. Енді сырлы аяқтың сыры кетсе де сыны кетпейді дейді ғой. Қанша дегенмен талай уақыттың бедерін көрген көне бұйымдар. Енді осыларды кейінгі ұрпаққа, болашақ ұрпаққа
сол бұрынғы қалпында өзгертпей сақтау сіздер үшін өте маңызды жауапты іс. Қандай қиындықтар осы? Техникалық тұрғыдан қандай мүмкіндіктеріңіз бар? Иә, бұл жағынан енді Қазақстанда көп музейдің проблемасы ұқсас, шыны керек. Басты біздің музей ғимаратының осы заманауи талапқа сай музейге сай келмейтіндігінен. Бұл музей енді жаңа айтқандай 1879 жылы алғашқы іргетасы қаланған орыс-қырғыз училище ретінде салынған ғимарат қой. Бұл енді музейге арнайлап жобалап салынған жоқ. Жаңа айтқандай 200 мыңға жуық жәдігеріміз болатын болса, біз қазіргі таңда осы облыстық музейдің өзінде халыққа келген Орал қаласының тұрғындарына келген қонақтарымызға көрсетіп отырамын тек қана 2600-ға жуық жәдігер. Ойлап қараңыз. Қалған жәдігердің бәрі бізде қорда сақтаулы тұр. Оннан бірі ғана. Оннан бірі ғана. Оны біздер халыққа мысалы көрсету үшін үлкен мысалы ғимараттың жетіспеуінен мысалы айтқанда. Жаңа айтқанда енді жәдігерлерімізді толықтай көрсеткіміз келеді. Үлкен ғимарат болғанын қалаймыз. Бірақ та енді біздің қазіргі таңда ондай ғимарат жоқ болғандықтан күнделікті мына халықтың көңілінен де шығу үшін, халықты тарта білу үшін, мысалға өзіңіз ойлап қараңыз, Орал қаласында 400 мың халық тұратын болса, мысалға 400 мың халық тұратын болса, оны ойлаған өзінде мысалы келген адам бір келіп көріп кеткеннен кейін екінші күні келіп көре алмайды. Сондықтан біздер жәдігерлерді ауыстырып көрсетіп тұруға тура келеді. Мысалы біреудің шарасы өткенде, көрмелер өткен кездерде біздер жаңа қордағы жәдігерлерімізді шығарып, соны бір шара ұйымдастырып, соны көрсетіп халыққа бір ай мысалға көруге мүмкіндіктер жасап отырамыз. Ал неге сол жәдігерлердің бәрі қорда емес, үлкен бір ашық, жарқын, жаңа заман талабына сай музейде тұрса, ол біз үшін үлкен бір жақсы бір үлкен павильонда тұрса, үлкен бір неде тұрса, халық келіп қорда тұрмай, халық келіп өзінің ата-бабасының жәдігерлерін, тапсырған жәдігерлерін көзбен көріп, жаңағындай өскелең ұрпаққа көрсетіп отырса, оның үлкен тарих қой, былай айтқанда. Енді бұл тұрғыда айта кеткен жөн, мысалға өзім басшылық жасаған осы 2014 жылдан осы 2021 жылғы сол аралықта облыс деңгейінде басшы болып келген мысалы Ғали Нәжмеденұлы өзі қорымен де осы музеймен танысқан адам, шыны керек жасырмай айта аламыз. Жалғыз әкім осы. Жалғыз әкім. Музей қорымен танысқан, өзі келіп танысқан. Бірақ та енді ол кісінің де ойында болар деп ойлаймын. Осындай жаңа ғимарат салу жөнінде, мысалы кешегі 100 жылда бір салынатын Атамекен өнер орталығы салынып жатыр. Ол өте керемет батыс жұртшылығы үшін, біздің халқымыз үшін де өте керемет дүние. Сол сияқты мынау біздің өскелең ұрпақ тәрбиелейтін рухани мына бай тарихпен сусындататын мекеменің бірі мысалы музей. Сол музейіміз бір жарқын үлкен ғимаратта болса, біз үшін үлкен бір жақсы бір болар еді деген ұсыныстамыз. Енді жаңағы айтқан жәдігерлеріміз бұл айтқанда шыны керек айтқанда жаңа заман талабына сай қорда сақтаулы тұрған жоқ. Бірақ бұл қордың бәрі де бір ғимараттың ішінде болғаннан кейін оның температурасын біздер сақтағанмен де, бірақ та жаңағы өзінің тұру тәртібіне қарай көбіне келсе бермейді, шыны керек. Бір жәдігерлердің үстіне бір жәдігерді қоюға тура келеді, орын тапшы болғаннан кейін. Негізгі заңдық түрде музейдің өзінің мысалы археологиялық қазба жұмыстары бөлек сақталуы, жаңа фото құжаттардың бөлек сақталуы, картиналардың бөлек сақталуы, оның бәрі де заң талабына сай болу керек. Біз енді шыны керек оған мүмкіндік болмай тұр соған. Қоятын орын жоқ. Қоятын орын жоқ. Бұл мәселені шешу үшін хат жазып жоғары? Бұл мәселені шешу үшін енді шыны керек жоғарғы басшылыққа да бәріне де хабардар, ол кісілер де біледі, көріп жаңа айтып отырмын, Ғали Нәжмеденұлы өзі де келіп көріп танысып кетті. Болашақта бір музей салу жоспар ойларында болар деген ойдамыз. Жаңағы айтып отырмын, орта ғасырлық қалашық, біздің Жайық қалашығы мысалға туристік центрге айналдырамыз деп жатыр. Ол кісінің өзінің жоспарында мысалға үлкен визит центр салу, сол жерге музей салу өзінің жоспарында бар негізі. Сондай бір ғимаратқа бір көшіріп егер жасалатын болса, көп үстіне көп болар еді. Жалпы өңірімізде музей саласына өзінің бар саналы ғұмырын сарп еткен тұлғалар аз емес. Өткенде кейінгі ұрпақ санасында қайта жаңғыртуға осылай үлкен үлес қосқан тұлғалардың қатарында кімдерді атарыңыз? Біздің жаңа айттық қой, мына Батыс Қазақстан облыстық тарихи-өлкетану музейінде жаңа көптеген мысалы 200 мыңға жуық жәдігер жиналды. Бұл енді облыстық музейдің осы күнге дейінгі деңгейіне жеткізген әрине біздің ұстазымыз деп айтсақ та болады. Мынау осы музей саласынан маңдай терін төккен азамат пен азаматшаларды да айтсақ та ол артық етпейді. Мен солардың ішінен бірден бірегей ретінде мысалы Танабаева Сары Есқайырқызын айтар едім. Содан кейін Макин Темірболат ағайды айтар едім. Сейіткереев Төлеген ағайды айтар едім.
жаңағы осы қор бөлімінде осы күнге дейін қызмет жасап, осы кезде бейнетін, зейнетін көріп отырған Марина Қожақызы туралы айтар едім. Жанакөзия Нағымқызы, Рысты Баянғалиқызы, Гүлсім Сапуанқызы туралы айтуға болады. Әрине, ол кісілердің еңбектері ерен. Осы кісілердің еңбектерінің арқасында мен шыны керек айтайын, осы музей саласында, осы біздің музейімізді өзге өңірлерге шығарып, жеткізіп, мақтан тұтар жәдігерлерімізді ұялмай көрсетіп отырамыз. Осы кісілердің бірден-бір еңбектері. Осы күнге дейін музей, тәуелсіз елдің ұрпақтарымыз ғой қазіргі таңда. Осы тәуелсіздікке дейін осы қолымызға аялап әкеліп берді. Содан кейін біздер оны жаңа бүкіл елге таныстырып көрсетіп жүргеніміз осы кісілердің еңбектері деп мен айта аламын. Мысалы, Сары Исқайырқызы осы музей саласына келген кезде ең бірінші мен осы көп жылдар қызмет істеген Сары Исқайырқызының үйіне барған болатын. Сол Сары апаймен жас мамамыз осы музейге келгеннен кейін көп нәрсені расы керек біле бермейміз. Сол Сары апайдан бат алайын деп, Сары апайдан осы ақыл кеңес сұрайын, осы музей саласын қалай қызмет арғай жасауға болатын туралы сөйлескен болатын. Сол кезде Сары апайдың көптеген естеліктері айтатын. Мысалы, Сары апамыз деген осы қазіргі таңда мысалы жұмыс жасап отырған қызметкерлерді айтатын болсақ, бір жерге баратын кезде іс-сапар ақшасын төлемейтін болса, ешкім шықпайды қазір. Іс-сапар ақшаны төленбесе, жаңағындай жалақысы құттай бір кешігіп қалып жатса, шу шығарып жататын адамдар жоқ емес, бар шыны керек. Ал бұрынғы кезде сол Сары апайларымыз өзінің алған жалақысын сол жәдігер жинауға жұмсаған. Бір естелік ретінде айтайын, Сары апамыз айтып еді, осы Бөкей Ордасына барып, УАЗ автокөлік, ескі автокөлік, сол автокөлікпен барып экспонат жаңа жәдігерлер жинаймыз деп барған ғой. Сол кезде барған кезде жаңағы жәдігер, құнды бір жәдігерді көріп қалады да, Сары апамыз жаңағы қасында барған бірге қызметкерлер бірге барған. Сол жерде жалақыларын санап беріп, сол жәдігерді сатып алып, жаңағы барған УАЗ автокөлігіне жанар жағар майын құйып, солай өздері барып бүкіл жәдігерлердің бәрін жинақтап жүрген. Мысалы, сондай қиын ұстазды көрген шыны керек. Жаңа жолда талай сынып жатса да, көріп жатса да, бір естелігінде айтады, Дина әжеміздің бір айнасын алып баратын кезде жолда машинамыз сынып қалды дейді. Қақаған аязда ол айнаны жеткізуіміз керек дейді, жаңғалаған мысалы. Сол жеткізе алмай қиналып отырған кезде жолдағы машинаны тоқтатып, жаңа айнаны салып алып, қақағанызда ол кезде машиналар дұрыс көп жүрмейді ғой. Сол машиналармен жалынып жалпайып ақша төлеп, соны қалайда сол осы музей үшін, сол нені өткізу үшін жеткізген кездерінде айтқан болатын. Енді өзге елдегі, өзге өңірлердегі әріптестеріңізбен байланыс орнатып жатсыздар. Бұл салада қандай жаңалықтарыңыз бар? Осы қазіргі таңда мына Батыс Қазақстан облыстық тарихи өлкетану музейі Қожа Ахмет Яссауи музей кешенімен, сосын жаңағы Атырау, Ақтау, Ақтөбе, Павлодар, Қарағанды облыстық тарихи өлкетану музейлерімен және де мына Ақмоладағы Мәлік Ғабдуллин атындағы музей, мемориальный музеймен осы меморандумға отырып тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасап келе жатырмыз. Енді осы әр өңірдегі облыстық музейдің басшыларымен, қызметкерлерімен тығыз қарым-қатынастамыз. Бір-бірімізбен әріптестік, жаңағы тәжірибе алмасу бағытында да сөйлесіп, тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасап келе жатырмыз. Жазда әлеуметтік желіден көріп қалдық, ұнатып лайк бастық, бірнеше әдемі жазбалар шықты, видеолар көрдік, фотолар көрдік. Отбасымызбен бірге, әріптес журналистермен бірге Қазақстанның ең көрікті шұрайлы жерлерін аралап, облыстарды аралап, көне кесенелерді аралап, үлкен бір отбасылық сапар жасаған екенсіздер. Бұл жаңа Сары апайдың өзінің қаржысына, жаңа музейдің құнды жәдігерлерін сатып алған, өзінің қаржысын шығындаған секілді, бұл да бір сондай бір өзгелерге бір үлгі боларлық игі істеп айтуға болады. Осы сапарыңыз туралы бір айтып өтсеңіз, қалай өтті? Қалай туындады осындай сапар? Бұл жерде енді өзім музей саласында істегесін, балдарға, жаңа өзіміздің балдарымызға тарихтан да сусындатып, өзіміздің төрт жігіт, дос жігіттер, отбасылық дос жігіттер, жаңағы Жандос Хамза, белді журналист, Нұрлыбек Рахманов, Нұртай Текебаев деген азаматтармен бірге шешім қабылдап, отбасымызбен жазғы демалысымызды тиімді пайдаланайық, қазақтың жерін аралайық, қазақтың тарихын көрейік, танысайық деген ниетпен шыққан болатынбыз. Бұл жерде енді үлгі болатындай, насихаттайтындай несі, өзіміздің бауырларымыз, өздеріңіз білесіздер, әлеуметтік желіде
шетелдің тарихын, табиғатын насихаттап жатса, біз өзіміздің қазақтың жерін көрсетейік, танытайық, білейік деген, бірінші өзіміз танысып білейік деген ниетпен сондай отбасы тревел деген жобаны құрып, осы Қазақстанның түкпір-түкпірін аралаған болатынбыз. Бұл жобаның бастауы енді өзіміздің биылғы жыл Бөкей ханның 220 жылдығы Бөкей Ордасының. Сол 220 жылдығына орай деп Бөкей Ордадан бастау алып, жаңағы Қызылорда өңіріндегі Қорқыт атадымен түйіндеген болатынбыз. Бұл жерде енді 15 мыңға жуық жақын шақырым жүріп өтіп, бүкіл Қазақстанның жаңа киелі жерлерін, табиғаты, көркем жерлерін бәрін араладық. Жаңа оның ішінде айта кететін болсақ, мысалы, Абат Байтақтың басына барып, жаңа балдарымызға тарихын түсіндіріп, Асан Қайғының баласы екенін, жаңа қандай батыр болғандығын бәрін таныстырып, одан шығып жаңа Алия патриоттық кешеніне барып, Алия патриоттық кешеніндегі жаңа музей кешенімен таныстырып, сосын енді өзім жаңа айттым ғой, музей саласында істегесін әр өңірдегі облыстық тарихи өлкетану музейлеріне барып, жаңа музейдің ерекшеліктерін, мысалға біздің өңірде жаңа сарматтардың мекені жақсы бір баяндалып айтылатын болса, мысалға Павлодар жақта Потанин атындағы музей бар. Бұл жерде жаңағы мамонттардың жаңағы балдарға ерекше бір әсер беретін сондай бір ерекшелігі бар да, соны көрсетіп өздерімен таныстырған болатынбыз. Енді бұл жерде жаңағы Ақтөбе өңіріне өткеннен кейін біздер Торғай өңіріне өткен болатынбыз. Торғай өңіріне өткенде енді жолдың қиындықтары да болды, енді оның бәрін айта берсе көп, бірақ та Торғай өңірінде өткеннен кейін біздің мынау бала кезімізде әдебиеттен, тарихтан оқыған кейіпкерлерімізді өз көзімізбен көріп, жатқан жерлерін, жүрген жерлерін өз көзімізбен көріп, үлкен әсер бөлек болды. Ол жаңа балдарға көрсетеміз деп келіп тұрып, өзіміз әсеріміз бөлек қалдық. Жаңағы Кейкі Батырдың жатқан жері, Әбдіқаппардың жатқан жері, Амангелді Имановтың жатқан жерін бәрін өз көздерімізбен көріп, жаңағы тарихымен танысып, сол жердегі музейдің тарихымен танысып көрген болатынбыз. Содан енді жаңа Көкше өңіріндегі жаңа өзіміздің Борабайымыз бала кезімізден бір армандап жүрген арманымыз еді. Бала кезімізде ондай мүмкіндіктер болған жоқ. Қазір енді сол мүмкіндіктерді пайдаланып, баламызға тиімді етіп көрсетейік деген бағытта сол Борабайды көрсетіп, одан шығып жаңағы Павлодар өңіріндегі жаңа Баянауыл өлкеге, Баянауылға барғанда да ерекшелік, мысалға жаңағы Сұлтанмахмұт Торайғырттың жатқан жері, жаңағы Торайғыр тауы, Торайғыр көлі дейді, жаңағы Сабынды көлі дейді, Біржан Сал көлі дейді, жаңағы онда тарихтарымен, аңыздарымен танысып, Қоңырауле үңгірі дейді, жаңағы Мәшһүр Жүсіп бабамыз, бұл жердің бір тарихының ерекшелігі бір-бірімен сабақтастық көпті. Мысалы, Мәшһүр Жүсіп бабамызға Мәшһүр деген атауды қосып берген Мұса Шорманұлы дейді. Мұса Шорманұлы деген сол Баянауыл өлкесінің үлкен бір байы, сол ауылдың жаңағы малын жинаған биі болған адам. Енді Мұса Шорманұлы кім деп қарайтын болсақ, жаңағы Мұстафа Шорманұлы, Жаяу Мұсаның атын тартып алып, атаным сол себептен Жаяу Мұса деген бір Мұстафа Шорманұлы туған бауыры болып шығады. Сол Мұстафа Шорманұлы мен жаңа Мұса Шорманұлы Жаяу Мұсаның атын тартып алып жүрген. Сөйтіп қараса Шоқан Уәлихановтың туған нағашысы екен. Солардың тарихымен танысып, жаңа көріп, өзіміз үлкен әсермен оралған болатынбыз. Отан отбасынан басталады дейді. Бұл бір үлкен бір сапар, үлгілі сапар болған екен. Еңбек демалыс алған сайын шетелге асығатын бауырларымызға үлгі болсын дейміз. Сұхбатыңызға көп рахмет. Ісіңіз алға баса берсін. Музей қоры қондығында жәдігерлермен толыға берсін. Құрметті көрермен, біздің бүгінгі хабарымыз осымен тәмам. Амандықпен жолығайық.